Көп балалы отбасылардың балалар үшін тіл үйренудегі жеңілдік. Қарағандылық заңгер шет тілдерін үйретуші Ерлан Рахимов мүмкіндігі шектеулі және көп балалы отбасының балалар үшін ағылшын тілін тегін үйретіп, сауапты іс қылуда. Толығырақ келесі бейнематериалда. Ерлан Рахимов құқықтанушы мамандығы бойынша жоғары білімді. Бүгінде ол заңгерлік жұмысымен қоса шет тілдерін үйретеді. Көп жылдар бойы өздігімен шет тілдерін үйренген. 5 жыл бұрын алғаш рет түрік тілін үйрету курсын ашқан. Бүгінде испан, ағылшын, түрік тілдерін оқытатын курстары бар. Ол енді мүмкіндігі шектеулі және көп балалы отбасынан шыққан балаларға ағылшын тілін тегін оқытуға ниет білдіріп отыр. Себебі біздің қоғамымызда кедей адам көп. Бұл кедей адамдарға, баласы көп аналарға мен үміт бергім келеді. Кім білет, болашақта не болар? Мүмкін олар тіл факультетке кіруге тырыса ма? Немесе мен қысап мұғалім болады. Ерлан Рахимов шет тілдерін адам тез қабылдай алатын жеңіл әдістемемен оқытамын дейді. Яғни мұнда келгендер ағылшын, испан және түрік тілдерінде сөйлей алуға машықтанады. Оқу әдістемесінде 3 курс, әрбір курс 1,5 айға созылады екен. Сөйлеу. Себебі әріптерді қазіргі адамдар білет. Бірақ анау сөйлеу практикасы жоқ. Сол сөйлеу практикасыны беріп үшін адамдар маған келіп тұр. Мысалы, ағылшын тілінде тек қана 50, 100 немесе 200 сөз білу керек. Осы жетеді. Осы сабақтарда осы сөздерді қолдап, біз міндетті түрінде сөйлейміз. Тіл үйретуші маманның қазіргі уақытта сабақ жүргізіп жүрген 4 тобы бар. Осындағы әрбір топқа 2 баладан тегін оқытуға алады. Ерланның айтуынша, бүгінгі қоғамда ағылшын тілі мен түрік тілін үйренуге сұраныс артып келе жатқаны аңғарылады. Арайлым Сатыбалдықызы, Ирина Ненашева, Равиль Балиев, 5 арна.